Қалдарыңыз қалай апа, жақсысыздар ма? Әй. Мен ботақанның температурасы түсті ме екен? Ақерке? Жеттің-ау әйтеуір. Сен де көретін күн болады екен. Әй, балаларыңды сағынсаң, жақсы көрсең, жаның ашса. Әй, жұмыстан неғып сұранып келмейсің. Ең болмаса екеуі бірдей ыстығы көтеріліп ауырып қалды ғой. Осылардың ауырғанын көріп, мен өзім ауырып қалдым. Не дәрі ішпейді, не тамақ ішпейді. Безілдеп жылай береді. Апа сағат 5-ке жиналыс қойып қойған ғой. Директор сұранғанын ұнатпайды. Оның үстіне ана көшедегі кептелісті көрсеңіз ғой. Қаныңыз қалай, Дәурен, апа? айтшы, әрең жеткеніңізді. Қаныңыз қалай? Амансыз ба? Апа, бір сағат жүріп келдік. Дәуке, сабақ қалай? Менің қан шайымым қайда? Кәне. Қан шайы. Бар, мен саған кәмпит әкел. Оны? Кәмпит әкел. Екеуміз Абчагаға барамыз, иә? Иә, кел. Қарным ашып кеттің. Біздің қонағымыз осы екеуі ғой. Міне күні бойы айландыратынымыз да. Ой, құлыным сол әке шешесінің жүрген жүрісі осы міне. Мәшінемен барады, мәшінемен келеді. Міне, бала, кел бергі өзіме кел. Құлыным сол өзіме жоным оқ. Соларды қайтесің сен. Отыр алдыма. Жоным. Жоным. Әй, тамақтың астын қосасаш, келін. Балалар келді ма, апа? Келді. Келін емес. Квартирант сияқты қонуға ғана келеді. Осы ас үйдің жұмыстары маған ғана керек па? 40 жыл болды ғой осы қазан ошақпенен алысқаныма. Құдайым осы құтқаратын күн бар ма, жоқ па? Келінді ширататын ене екені бесенеден белгілі. Назира сынға емендей шыдау қажеттігінде түсінеді. Бірақ оның бір емес, екенесі бар. Үлкені кішісін, жасы кәрісін жақтырмайтын шаңырақта түсініксіз текетірестер жиі болатын боп жүр. Келеңсіздіктен мына кең дүние тарының қаузындай күннен күнге тарылып барады. Ойбай-ай, мынаның қайсың салып едіңдер, мынаның тұзын. Өрт қой, мына өрт. Төркініңнен көшіріп әкелгендей, аямаңдар осы үйдің дүниесін. Ой, сен әлі жайып бітпегенбісің? Ойбай-ау, бағана жайып бітіретін дүниені 5 сағатқа созып. Ойбай-ай, мынаны өзің жұмсақ қой. Жұмыртқа қосып бедің? Қостым ғой апа жұмыртқа. Ай, құдай, енді ол езіліп, ботқа болып кетпесе болды. Ой, қамырды тастай қылып илеп, шаштай қылып кесу керек. Біздің ана сөзге шешен Гүлсім құдағи дүниеге пысық болуды үйретпеген бе қызына? Мә, жай тезірек. Ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстағысы келеді келіндер. Үлкен енелерінің алдында шыбықтай иіле қалғанымен, бұл үйде әйелдер жағы бір-бірін көргенде кірпідей жиырылады. Аядай ас бөлмесіндегі бүгінгі қақтығыс қалыпты жағдай деуге болады. Апа, кеспе кескіш қайда? Ана екінші сөрені қараш. Жарайды. Жоқ болсын құрғыр. Мында жоқ, анда жоқ деп жүріп. Ойбай-ау, мынау жабысып қалды ғой дастарханға. Жоқ болса, қолыңмен кес. Белің қайысып, кір жуып жүрген жоқсың. Аптасына бір-ақ рет үй тазалағаның болмаса, не бітіріп жүрсің осы сен? Айтшы өзің. Балам болса, бар жағдайыңды жасады. Айналдырған бір жайым нанды қолмен кесуге болады ғой. Жоқ деп тақылдамай. Тездет бол, тездет. Атауымызды шейікте. Ойбай, белем. Міне мұнда тұр екен. Ай, Құдай. Білмей отыр ғой дейсің ба? Біліп отыр. Бәрін әдейі істеп отыр. Үндемей екеміз сынап. Баяғы әдетті сол.
Саған тискен ештеңе емес қой. Маған не көрсетпеді ғой дейсің. Тілі деген у еді ғой, у. Марқұм атам жақсы адам еді. Қара жер хабар бермесін. Менің күйеуіммен ол кісіге жан тапқызбайтын ғой. Тілмен чағып отыратын. Қайсы бірін айтайын. Тілі у еді ғой, у. Бағила жолдасын қара жер қойнына тапсырғалы, өзін көлінен айырылған қызғыш құстай сезінеді. Қыздары қияға қонғаннан кейін жалғыз қалды. Көп замай туған ұлының қолына келді. Осыдан 30 жыл бұрын тұңғышын ата енесінің бауырына салып бермегенінде, туған келіні Назираны өзі жұмсап отырар еді. 50-ді еңсерген шағында енесінің алдында қайта келін боп қызмет етіп жүр. Мен айтам да, тар жерге тамаша болмай. Сол қонақ бөлмеге отыра бермей ма? Өзің елесіп көрш. Мынандай 6 шаршы метрлік ас бөлмеде шүйеміз жүреміз. Сонда бір ісіміз бітпейді ғой біздің. Қалай шыдап жүрсің, Назира? Рас айтам, мен ондай жағдайда тұра алмас едім. Дәуренге айтып бөле шықсаңдаршы. Шықпайды Дәурен, білем ғой оны. Менің арманым ең құрғанда бір енемен тұрсам ғой. Соңғы кездерде қойған затын таппай қалам. Мен оны жоғары қойсам, біреу төмен түсіріп қояды, екіншісі тіпті басқа жерге көшіріп жібереді. Жүйкеңе мықты екен, құрбыжан. Кейде оны айтасың. Үйдің ішінде соқтығысып қаламыз. Аяғымды аттай берген кезде біреу шыға келеді, оған қалай жол бермейсің енді. Өтті әудей берген кезде екіншісі сап етіп шыға келеді. Бағдашам керек қой үйлерге. Жасыл түс жанғанда үлкен енең жүрсін, қызыл түс жанғанда кішенең жүрсін. Саған сары түсте жететесеш. Қалай болса солай жазба, Дәулет. Әріптеріңді сызықтан асырмасашы. Неше рет айтамын саған, жазуыңды әдемілеп жаз деп. Баланы қинамай жібер, ойнасын. Әлі математикасы бар апа, тапсырманы көп берген. Апам ойна деді, ойнайыншы, мам. Ойнайсың, алдымен мына жазуды әдемілеп үйрен. Әлі уақытың бар ғой ойнағанға. Апам болса ойнатар еді, сіз ылғи естисіз. Ойнаймын, мам. Ұл балаға әдемі жазу міндет емес. Апайының өзінің жазуы да жетісіп тұрған жоқ. Демал балам, келе ғой ботақаным. Ана мұғаліміңе айтып бар. Әдемі жазуды алдыменен өзі үйреніп алсын. Апам солай деп айтты де. Жарай ма? Ботам сол. Осы үйде менің өзім не, сөзім не, күшік сияқты шәу-шәу етемде қаламын. Не оқылды? Ештеңе болған жоқ. Айтсаңшы. Дәурен, апам тағы да сабағына араласты. Үйте берсе бар ғой, оның екеуміз де тыңдамайтын болады. Неменесіне оқытам, мен қадірімді кетіріп, уақытымды кетіріп, айтшы, түсінбеймін мен. Ұрпағын сауатсыз етіп жатқан мен шаруасы жоқ. Тағы бастадың ба? Қалай бастамайсың? Енді айтып отырған сөз жөн бе, өзің ойлашы. Апайың өзіне қарап алсын, алдымен жазуды өзі үйреніп алсын. Солай ертең апайыңа айтып бар деп отыр. Ертең ана ақымақ бала апайына солай айтады. Сосын бүкіл әріптестердің алдында мен қара бет болам ғой. Назира, әсірелеп алмаш. Апасының немересін жай еркелеткен түрі шығар. Еркелетсе қайда қалды, сені еркелетпей, ие болмады ғой саған. Жоқ әлде ұлыңның тура сенің күйіңді кешкенін қалайсың ба? Дәурен, ренжіме, баламыздың тәрбиесіне араласпасын. Мен бұған жол бере алмаймын, білдің ба? Анама сөз тигізбе. Ана деп сен осы бөлмеде ғана айта аласың ғой, басқа қай жерде туған шешеңді, мынау менің туған анам, туған шешем деп айтасың. Осыдан асқан сорлық жоқ шығар. Ендіге ана Дәулетті жалтақ етпексіңдер. Назира, қош. Біреу дүниеге әкелсе, екіншісі өсірді. Көнсең екеуімен тұрасың, көнбесең есік әне ашық. 7 жыл болды ғой үндемей келе жатқаныма. Сен осы мені шаршайды деп ойламайсың ба, айтшы? Елдерің бар ғой, бір енесін сыйдыртпайды, ал сен маған екеуімен тату бол дейсің. Сен өзің менің орныма қойып көрші. Тату тәтті тұрғанға барлық жағдай жасалған. Не жетпейді саған осы? Мәселе жағдайда емес. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды, ал сен маған екеуімен тату бол дейсің. Бұл үйде 3 қошқармыз ғой. Қайсы бірінің көңілінен шығады? Сол қошқар сенсің. Сөзбен сүзгілесінде отырасың, сүзгілесінде отырасың. Өңешке тығылған өксікті жұтудан басқа амал жоқ. Кезекті кикілжің көңілге кірбің ұялатып қана қоймай,
жұбайлардың сезіміне түскен сызатты бұрынғыдан бетер айшықтай түсті. Ай, майонезді азырақ сал. Дәулетжанның асқазанын ауыратын ұмытып қалдың ба? Одан ана тұзды қоса сал. Апа, бұл салат майонезбен тек дәмді болады. Ғаламтордан бәрін қарап алдым ғой, тұзды онысы да қосам ғой қазір. Үйге біреу келу керек пе еді? Әлгі Бағиланы күтіп отырмын. Сүтпен бірге қоса құруды. Далаға шықса болды. Не бір себеппен жүріп алады ғой. Кім көрінгенмен сөйлесіп ойпырмай, аузы қалай ауырмайды тегі. Әгі сіңілісі Күләштің баласының прокуратураға жұмысқа тұрғанын кем дегенде 10 рет айтқан шығар. Маған да бірнеше рет айтқан оны. Әй, Құдай-ай, тыңдаушысының жалығып кеткенін қалай түсінбейді екен. Осы мына қарттықтың бар ғой, жасқа байланысты емес пе деп ойлап қалдым. Менің ана шешем иманды болғыр жарықтық 97-ге кеп қайтыс болды ғой. Егер мен оған ұқсаған болсам, Дәулетжанның баласын үйлендіріп, бірақ кетем ғой. Айтпақшыдай, не, бүгін жалақы алатын күн ғой, айлығыңды алдың ба? Иә, алдым. Сізге айтуды ұмытып кетіппін. Немене алақаныма салмайсың? Соны менен бір пайдама шешпеймін ғой. Осы үйдің тірлігіне ұстайым, ұқсатам ақшаларыңды. Мына бөтіл не керек? Азық түліктің тізімін жасап қойдым. Енді базарға бару керек. Неменеге бажырайып қарайсың маған? Ойбай, сен не? Ана, елдің енелері сияқты банкоматтан ақшаны өзім барып алсам қайтер едің? Мен болсаң осы үйге қалай жеткізем деп соны ойлайым. Апа, осы айда екі әріптесіміздің туған күні болды. Оның үстіне бухгалтердің бір танысы қайтыс болды. Біз 3000 теңгеден жинап бергенбіз. Міне қалған жалақыны сіздің қолыңызға әкеп беріп отырмын. Бары осы еді. Жарайды, болды. Ай сайын әйтеуір неше түрлі шығарады отырады. Сылтаулары көп. Оған не деуге болады? Зейнетақым түсіпті, апа. Кезекте тұрып қалдым. Адам көп екен. Міне менің ақшамды ала салыңызшы. Жарайды. Банкоматтан алсаң өйтіп кезекте тұрмас едің. Үйреніп алсаңшы банкоматты. Ой, апа, алдыменен калькуляторменен жұмыс істеуді үйреніп алайын. Жарайды. Дәуренжан? Ай, Дәурен! Ай, сен айлығыңды бермедің ғой? Бер кел. Асықпайсың ғой тегі. Ой, банкоматқа соғып үлгермедім, апа. Кешке шыққан кезде алып кеп беремін. Жарайды, бірге барамыз. Әй, осы айда бар ғой, той-томалақ көбейіп жатыр. Ана Латипаның 70 жылдығы. Ана құрбым Жамал өзінің баласының сүндет тойын өткізгелі жатыр. Білдің бе? Өзіме көйлек сатып алам. Мені базарға апарып кел. Түсіндің бе? Жақсы. Болды. Назираның енесімен бірге тұрғысы келмеуінің бірден бір себебі де осы еді. Қалтасындағы қаржысын түгін қалдырмай тартып алатыны ашуландыратын. Әр үйдің заңы басқа, қаһарлы қожайынға бағын басқа амал жоқ. Жоным, сол мен отыр қаным. Кел. Өстейін ба мен? Кел, мына көйлегіңді киеміз, келе ғой. Бір сұқсырдай бірдеңе. Кел, мына шалбарыңды көрейікші екеуміз. Мынау да оңып кеткен, қысқарып кеткен жаным, бір көйлегіңде қалмапты ғой сенің. Осы Дәурен бар ғой, қаншайым дегенде қандайсың, қызыңа бір көйлек әпермейсің ғой. Елдің қыздары қуыршақтай етіп киіндіріп қояды. Айтпақшы, ана Дәулетке аяқ киім алып берем деген қайда? Қойшы сенде. Келе ғой. Алып берем ғой, болды, миым жей бермеш. Қай ақшаңа әпермексің? Соқыр тиынға дейін апама ұстатып жатыр едің ғой. Нәзира, көнсең де көнбесең де ақша апамда болады. Сен қазір бойдақ емессің, бойдақ кезінде берсең берген шығарсың. Ал қазір жеке отбасың бар деген неге соны ойламайсың? Құдай үшін қойшы, болды, қойшы. Қоймайым мен. Ақшаның түрін көрмегелі қай заман? Қайран қызды күнмай осы. Өзім өзім қожа бір рахат өмір болған екен ғой. Мына екі балаға киім алып бермегеннен кейін неменеге ата-ана болып тұрмыз? Сонда айта алмай отырғаның апаның көйлегі ме? Әлде бағана қисайып қалғанды байқамады деймісің? Апа көйлек күнде алып жатқан жоқ қой. Білем, күнде көйлек алып жатпаған. Бірақ ай сайын екі апамның да қажеттілігі таусылмайды.
екеуіне бір нәрсе керек болады да тұрады, неге немерелерін ойламайды, а? Сонда көксегенің мынау ма? Берген тиындары болды, бір міндет осы бергендері. Түрлерін көргім келмейді, жыным ұстайды бар ғой, соңғы кездерде бір үйге барғым келмейді ғой. Жоқ, сол кемпірге беру үшін ақша тауып жүрген сияқтымыз. Титықтап жүрген жалақымның бір тиын да ұстатпайды маған Айжан. Кейде ойлаймын осы құлдарың бақытты ма деп менен гөрі. Қоя қойшы, олай демеш, Назикош. Міне мен қараш, не балам жоқ, не күйеуім жоқ. Үйге барам, жұмыстан ешкім күтіп алмайды. Жалғыздан жалғыз тамақ ішем, жалғыз теледидар көрем. Маған қараған сен әлде қайда бақыттысың. Ұлың бар, күйеуің бар, қызың бар. Және екенен бар десеш, сол да бақыт болып па? Шыдай енді қайтесің? Екене де бақыт. Сор қайнаған сорлы басым. Осы елдің енелер сияқты жұмысынан шаршап төсегіне жата қалса ғой, тілінен уын төкпей. Түсінем сен жаным. Бірақ шыдадан басқа амал жоқ қой. Кейін өзің ене болғанда ұстайсың ақшаны. Айжан, басқа мен онда ене болмаймын. Не ол? Балаларым үйленгеннен кейін бірден бөлек шығарам. Өз қалауларымен, өз еріктерімен өмір сүрулеріне мен мүмкіншілік жасаймын. Сен маған ақша бермедің, бүйтпедің, сөйтпедің деп енді баламның, сол келіннің алдында қадірімді кетірем ба? Уайымдамаш, Назира. Бәрі жақсы болады. Біздің де аулада той болады. Іздеп қапты ғой мені, кетсін арар, сөйлеспеймін. Ақымақ болма құрбым. Көтер телефонды. Одан түк таппайсың. Алло. Қалайсың жаным? Қашаннан бері мен қалымды сұрап қалғасын? Наз, қойшы енді болды. Қалайсың? Қайдасың? Жақсымын, қайда болушы еді, жұмыстамын. Сенің мектебіңнің алдында тұрмын. Үйге қайтайық. Шығасың ба, жұмысың бітті ме? Шығамын, бірақ біз Айжан екеуміз саябақта қыдырып жүрміз. Жоқ, болды өкпелемеш. Сені арнайы алып кетуге келдім. Қайтайық, кешір. Жарайды, сол жерде күте тұр, қазір барам, жарай ма? Жақсы. Міне айттым ғой, Дәурен сені жақсы көреді. Өз қатесін мойындап хабарласып жатыр. Болды, ақылды қызсың ғой. Қайт үйіңе. Сағат 2 болып қалды. Қайда жүр? Кешікті ғой. Жұмысы түске дейін емес пе еді? Айтуды ұмытып кетіппін ғой. Бағана хабарласқан. Сәл кешігемін деді. Жұмысында бөгелетін сияқты апа. Сенімен сөйлесті ме? Хабарласты ма? Ойбай, онда мына менімен неге сөйлеспейді? Байқайым, соңғы кезде сендер мына бізбен ақылдаспайтын болып жүрсіңдер. Немене, сонда мына біз адам емеспіз бе? Қойыңызшы апа, бірінші рет шығар айтпағанбыз. Байқайым. Қатыныңның ғына жығылып барасың. Абайла. Келіп қалатын шығар апа, осындайыңызды қойыңызшы. Сені бағып қағып өсіргенде естейін дегенім осы мен. Құлая, бұл сөзді естігенше мына құлағым кереңдегі болып қалмайды. Айтпады деме. Әйелінің сөзін сөйлеген еркектің көсегесі ешқашан көгермейді. Келін деген мына біздің тәрбиемізге көнуі керек. Отбасымыздың мүшесі болғысы келсе, қайқаңдағанын доғарсын. Жамалдың қызын алғанда ғой, қандай тәрбиелі қыз еді. Мен саған айтудай-ақ айттым, бірақ құлақ аспадың ғой. Назираға үйленем, әйтпесе болмайды деп отырып алдың емес пе? Енді міне, жүрсің, ырғағыңа көндір алмай. Апа, қойыңызшы баяғы әңгімеңізді бастамай. Айтам Назираға, енді кешікпейді. Айт, жақсылап айт. Құлағына құйып алсын. Түсіндің бе? Жақсы. Қалдыңыз қалай, апа? Назира, Ау, бер. не болып қалды? Кеш болды ғой, қайда жүрсің бағанадан бері? Сен қайда жүрсің?
Аялдамада 5 сағат сені күтіп тұрдым. Өзің келем деп аласың да келмей кетесің. Не телефонның өшірілі жай ма сенікі? Одан бері қанша уақыт өтті? Жұмысыңды алдын ала жоспарлап қоймайсың ба? Қатырасың сен де. Кешіксем сен үшін кешігіп келдім. Әйтеуір кінәні маған арта салу керек. Тоқта! Баламның кінәсін таразылап өлшеуіңе жол болсын. Дәуренге хабарласпай, үй телефонымен маған хабарласып жағдайыңды айтсаң, кешігіп беретініңді ескертсең, бірдеңен кететін бе еді? Апа, мен Дәуренге бағана ескертіп қойғам, өзі ғой ұмытып отырған. Айтпайсың ба, неғып үндемей отырсың? Үлкендерді сыйласаң, бір ауыз сөзіңді қиятын едің ғой. Келін екеніңді есіңе түсіріп қояйын. Жөніңді, орныңды біл. Кешкі тамақ дайын емес, бар. Шешінде кіріс тамаққа. Жұмыспенен үй шаруасын қатар алып жүрмегенінен сыбағасын тарсын. Әйтпесе өздігіне пісетін уағы болды ғой. Рахмет, апа. Наз, кешірші болды. Бір сөз айтпай мені қорғамағаннан кейін неменеге кешірім сұрап тұрсың алдыма кеп? Апамды білесің ғой. Бірінші рет көріп жүрген жоқсың. Ашуланған кезде не айтып не қойған өзі білмейді. Рас айтам, ол кісі қазір айтқан сөздер үшін өкініп жатыр. Өкінсе өстей ма? Жазықсыздан жазықсыз ылғи сөз естеймін де қалам. Біле білсең, Дәурен, осы үйде өзімді сондай жалғыз сезінем. Қылықтарына тойып біттім, болды, бөлек шығайықшы, шаршадым мен. Наз, бұл сөзге қайтадан оралмаймыз дегеніміз қайда? Екеуін жалғыз татсап кете алмаймыз, осымен сөз бітті. Көңілің алмаш болды? Менің көңілімді бір адам ойлап жатқан жоқ. Сендер осы ойлайсыңдар ғой, менің жүрегім тастан жаратылған деп. Қойшы, Наз. Үлкен кісіге неменеге ренжисің? Олар бала сияқты ғой. Қойшы енді, кеш бер. Жаным, не істеп жатырсың? Көйлектерімді қарап жатқам ғой, бір күні туған күнім емес па, соған қай көйлемді киерін білмей отырмын. Осы көйлегіңді кие салсам, әдемі ғой. Жаңасын әпереме десем, осы көйлекті кие салшы дейді ғой. Жарайды, ақшаның ыңғайын келтіріп алайын. Дәурен, тек апамнан сұраймын демеш тек. Білесің ғой, Назыш? Мен еш нәрсе білгім келмейді. Сұрамайық та ғой, болды. Сол ескі көйлегімді киемін де жүре берем. Енді осы көйлекке бола ұрсысамыз ба? Алып берем дедім ғой, болды, алып берем. Ешкім сізбен ұрсып отырған жоқ. Уәдең де керек емес, көйлегің де керек емес әрбірден кейін. Болды, мен ешқайда барғым келмейді. Ал енді қайда бармақсың? Басталды әне. Дәурен, сен әдейі істейсің ба, жоқ ұмытып қалдың ба? Мен саған кешке жақын айтып едім ғой, қыздармен бірге кафеде туған күнімді тойлаймын деп. Ой, ұмытып кетіппін ғой. Апамнан сұрандың ба? Кімнен? Апамнан деймін. Неге апамнан сұрануым керекпін мен? Дәурен, мен саған күйеуге шықтым ба, жоқ екі апама күйеуге шықтым ба? Осы елдің қыздары күйеулерінен сұраната кетеді ғой, мен ақ күйеулерінен рұқсат сұрауым керек. Қит етсе құрбыларыңды айтып шықпашы маған. Олардың үйінде тәртіп басқа, біздің үйде осындай. Енді 7 жыл болды ғой үйленгенімізге. Осы туған күнімді қыздармен кафеде атап өтсем, өкпелерім өшіп қалмайтын шығар? Қалай сөйлейтін болғансың несі? Болды, мен Айжанға хабарласам да айтам бармаймын деп. Бүкіл көңіл күйімді түсірдің. Айжан, қалайсың, мен ғой? Қыздарға айтасашы, туған күнді атамайтын болдым. Я, солай болып қалды. Я Айжанға хабарласпай-ақ өзара шешпейміз бе осы мәселені? Сен қашан осы бір өзара мәселе шешіп едің? Шешелеріңе айтпай үйдегі бір сіріңкені сындыра алмайсың ғой? Мыңғыр етесің де қаласың. Әй, келін, қай бұл? Таңдайың тақтақ кетіп, Дәуреннің жағасынан алғаныңа жол болсын. Сұмдық-ай. Келін төбеге шықты деген осы да. Апа, сіздер араласпаңыздаршы, өзіміз-ақ өзара мәселемізді шешіп аламыз. Жауап дейме аузыңды. Айттым ғой саған, үнің шықпай қалады деп. Қай сал мәселені шешеміз дегенін? Ойбай-ай, үндемегеннен үйдей бәле шығады деген рас екен-ау. Тіпті Дәурен жанды бар ғой, жұлқылап жанын шығарып бара жатыр. Әй, шырағым, ең болмаса мына біздің жасымызды сыйласаңшы. Астапыралла, екі көзі құтырған иттің көзіндей қып-қызыл болып кетіпті.
тойдым мен. Мына үйлеріңізге де рахмет, ұлдарыңызға да рахмет. Болды, мен кетем. Дәулет, Ақерке, жиналыңдар тез. Болды, есіңді жей демей саған. Дәулет, ешқайда бармайсың, бар ана қызға бар. Кетсе кетсін. Қандай үйден айырылғанын сонда ғана бағалайды. Апа, кетеміз. Берген, Екі баламды өзім ақ асыраймын, өзім ақ аяғына тік тұрғызам. Сенің көмегіңді сақ, білдің ба? Болды, Назира. Апа, жіберіңізші. Бер, болды. Болды. Сорлы басын. Бағы ашылмаған сорлы болдым ғой мен. Ешқайда бармайсың, болды, жатта демал. Ана тет болды айтам да. Иә. Кеш жарық. Қалдаңыз қалай, апа? Қайда жүрсіңдер? Бала қайда, ел қайда, су қайда? Жарым түнге дейін өстіп қаңғып жүре бересіңдер ма? Апа, бала қазір ғана ұйықтап қалып еді. Баласын ойлағанда әйел жарым түнге дейін қаңғып жүрмейді. Ұйықтады қазір ғана. Бұл жүрістеріңді қалай атауға болады? Жас жұбайлар ұқсап, киноға барып келдік. Апа, бәрі дұрыс па? Ескертіп кетсеңдер. Бір жерлерің қисайып қалатын беді? Ой, апа, кішкентай бала емеспіз ғой енді. Әдеттегіден 1-2 сағат кешігіп келдік. Онда тұрған не бар? Жарайды. Әйеліңнің ғана жағдайын жасасаң болды. Ауру сырқау. Шешелеріңді ойласаң, ана 2 сорлы баланы қалдырып кетпеген болар едіңдер. Қартайғанда қолыма жылы су құяма десем, мына келіннің гүл айттауы көбейді ғой. Апа, Назираның кінәсі жоқ ешқандай. Мен айттым, апамдар балаларды қарай тұрады. Жүр, сергіп қайда кино көрейік дедім. Жол бойы сені үгіттеп келгенге ұқсайды. Жарайды. Олай болса, қай жерден келдіңдер? Сол жаққа кетіңдер. Апа! Жоғалыңдар. Апа, мама! Бар! Сіздерге онау мүмкін емес екен. Бар, кейін балаларды киіндір. Мен Назираның сөзіне сенбей ішсем, әбден басқа шығатын болыңыздар ғой. Екі аяқты жұмырбасты пенденің зағысқанда өзін тежей білуі қиын. Кейін өкінтіп, опық жегізетін оқыс қадамдар осындай ашуға булыққан кезде жасалады. Дәурен де қыз балыққа салынып, ешкім күтпеген шешім қабылдайды. Істің алдартын аңдатпастан, бала шағасын жинап, үйден кетеді. Тартысы мол өмірде талай көйлек тоздырғандардан да ақыл қашатын кездер болады. Бағындырамын деп бала шағасын басынып кеткенін Зағипа енді түсінгендей, өкініш оты өзегін өртеп барады. Күні кеше өзінің де келін болғанын қалай оңай естен шығарды. Мен ондай ене болмаймын деп өзіне өзі сөз бергені қайда? Келініне көмектесудің орнына күн көрсетпегені несі? Бағиланың басында сансыз сұрақтар жауап таба алмай жатты. Апа, не болды сізге сонша? Соншалықты осындай қатыгез боласыз ба? О баста сізге Дәуренді бермеуім керек еді. Бала сияқты басынан сипай алмадым. Сіз отырған жерде бала болып маған еркелей алмады. Екеміз бір-бірімізге бөтен сияқтымыз. Соншалықты қатыгез болатындай не болды апа сізге? Мені қойыңызшы, маған бәрібір. Мен үйреніп қалғанмын. Ең болмаса Назираны аясаңыз қайтеді, ол жас қой. Мұндай сөздерді көтер алмайды ғой апа. Не бір ауыр сөздерді айттым ғой менде Назираға, апа. Қарап тұрсам балаларымыздың бағына балта шауыппыз ғой.
кетті енді. Көптен бері қозғаусыз жатқан көкіректегі қалың шерді Бағила бұл жолы ұзағынан тарқатты. Ең мықты деген қарым-қатынастың түбіне түсініспеушілік жететіні рас екен. Әке, қарашы, анау менің апама қатты ұқсайды екен, иә? Ұқсайды екен. Бірақ сенің апаңның жүрісі басқа ғой. Бұлай ма? Әжеңнің жүрісін сашы, әжеңнің жүрісін. Айнытпай салады екен. Менің ұлым парадис. Әке, Ау. әже мен апаның үйіне барайықшы, мен оларды қатты сағындым, және де ойыншықтарды. Барсақ барайық. Ура! Тек жексенбіге сабағыңды қалдырмай оқып таста жүре ма? Келістік. Сабақты қарап тұсау керек, дұрыс па? Сабақ, сабақ, сабақ. Балаларының қалауы Дәуреннің де жүрегіндегісін дөп басты. Ат айналып қазығын табатынындай, Дәуреннің ендігі ойы аналарының жанынан табылу болатын. Ей, әйдер кешікті ғой. Ой, Келетін уақыттарда ес қағып жатыр, барса ішке. Міне. Ой, пырмай, жай басар, ай, осының жай басарын, ай. Тез бар. Құдай бересін, жандарым су, менің ботақандарым су. Қаныз қалай ма? Айналайын менің келінім, асыл келінім. Жоғар шығыңдар. Ақеркем қалай? Ақерке балабақшада ғой, жақсы ол. Келе ғой жаным. Әке қолыңдағыны маған бере ғой жаным. Апа, қалыңыз қалай? Жоғары шығыңдар. Денсаулығыңыз қалай, амансыз ба? Қарғам. Апаңның дастарханға қарай алып жүр ғой балапан. О, дастархан жайнатып қойыпсыздар ғой, апа, жүріңіз. Қойыңыз, жыламаңыз, дастарханға отырыңыз. Төрлетіңіз, апа. Е, сендер төрлетіңдер, сендер қонақсыңдар. Рахмет келгендеріңе. Ой, пырмай, кәне, отыр. Денсаулықтарыңыз қалай, бәрі? Жақсы, жақсы. Бәрі де жақсы. Өздерің қалайсыңдар? Жұмыстарың қалай? Жұмысқа барып жүрсіңдер ме? Иә, барып жүрміз, жақсы бар. Апа, біздің сіздерге жаңалығымыз бар. Бір емес, екі жаңалық. Ол қандай жаңалық? Айта ғой, балам, айта ғой. 2 айға аяқ басты. Ұлдарыңыз бөлім басшысы болып тағайындалған. Құтты болсын, қарғам. Құтты болсын, бастық сен болмағанда кім болады? Қарғам Сол ол. себепті Астанаға көшкелі жатырмыз. Иә, басшылық үй жағынан көмектесеміз дейді. Рахмет, рахмет, құтты болсын. Ой, қарғам сол. Ай, енді екінші жаңалықтарыңды айтсаңшы, күткізбей. Енді екінші жаңалықты оны Нәзира сен айтшы. Шүкір, өзің айта бер. Ұялмай айта ғой. Бұйырса тағы немерелі боласыздар. Жарайды. Ой, қарғам сол. Ой, тәуба жақсы. Қарғам сол. Қарғам алтыным сол алтыным. Мыңдау рахмет қарғам. Әй, оны өзім бағам. Алып кеңдер өзім бағып арқалап өсірем. Иә, адамға адамның жағуы оңай емес. Бірақ ит пен мысықтай арбасқан тартыста ұпайы түгел жан жоқ. Ерегес екі жақты да жаураттай қаждап, титықтатып тығырыққа тірейді. Тек сабырлылық пен шыдамдылықтың арқасында жеңіске жетуге болады.